Барлықтарыңа сәлем достар. Қазір көріп жүрген боларсыздар, интернетте осы қайырымдылық қор деген, яғни көп мысалы шығып жатыр. Қай жерде ашсаң, мысалы Инстаграмда ашсаң да, ТикТокта ашсаң да, көшеде де даже толып жүреді ондайлар дейтін, мысалға көмек керек, анау мынау дейтін. Мен сіздерге бірінші айтайын, ТикТокта мысалға көп адамдар қазір қайырымдылық қормен айналысып жүр. Иә, ол дұрыс, мысалға айналысын, бірақ мысалға көбісі астына бір нөмір қалдырып қояды, и сол нөмірге мысалға ақша жібересіз деп жазып қояды. Ол нөмір кімнің нөмірі белгісіз, яғни олар әрбір видеосында тек қана бір нөмір тұрады, яғни өздерінің нөмірі. Ол ақша шынымен мұқтаж жанға кетіп жатыр ма, или мұқтаж жанға кетіп жатқан жоқ па, ол белгісіз. Екіншіден, қазір көп блогерлар, білесіңдер, сборға ақша алады, ол ладно. Олар сборды даже қарамайды қандай сбор екен. Мысалға бір блогер болды, мен білемін есімде, бір сбор салады, яғни осы кісіге ақша керек, яғни фотосын салады, и мен сол фотоны Google-ға салып қарасам, ол фото баяғыдан, яғни 2017-тен бері жүрген фото екен, яғни ол дейтін өтірік сбор. Мысалға тексеріп алыңыздар, егер біреуге шынымен де көмектескіңіз келсе, ол фотоны алдымен тексеріп алыңыз, немесе сол нөмірге хабарласыңыз, сізге шынымен де көмек керек па, яғни сізге қалай көмектесе аламын деп өздеріңіз сөйлесіңіздер. Үшіншіден, мысалға көшеде қазір көріп жүрсіздер, көптеген мысалға кісілер отырады, яғни бізге ақша керек, мысалға аяғымыз жоқ, немесе жүре алмаймыз деп солай отырады. Мысалға ютубта оларды разоблачение жасаған болатын, яғни бір кісі. Мысалға көріп тұрғандарына қазір сіздерге бір видео көрсетемін, достар. А что у вас случилось? Машина сбила. Да. Значит так, женщина, я вам предлагаю просто уйти отсюда. Я только что могу сейчас показать, как вы исцеляетесь. Видео. 2 минуты даю или вызываю милицию. Все смотрим, граждане, смотрим, как исцеляются. Нет, 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 женщина, вы встаете и уходите, чтобы не было на меня нареканий. Я ухожу. Нет, встаете. Я ухожу, я Встаете. уезжаю. Нет, Я вы встаете. уезжаю. Нет, вы встаете. Я уезжаю. Показать вам видео, как вы ходите? Я сейчас открою видео, покажу, как вы ходите. Ну хорошо, я ухожу. Здрасте. Хорошо. Встаем и уходим отсюда. До свидания. Я вас исцелю. Мына видеода көргендеріндей, мысалға осы кісі, яғни аяғым жасамайды, бізге ақша беріңіз деп отыр. Содан кейін ол кісі оған тұр, сен мына жақтан кет деп еді, ол яғни қорқып кетті, қазір полиция шақырамын деп еді, ол сразу уже аяғы жасап кетті, яғни жүріп кетті. Бұлар дейтін тажауызы алаяқтар, яғни бұлар уже үйреніп алған, бұлар... Хорошо. Көріп тұрғандардан достар, мына видеода мысалға бір кісі, яғни мен жүре алмаймын, маған ақша беріңіздер деп отыр. Содан кейін ана кісі айтады, қазір мен милиция шақырамын, мына жақтан сен кет дейді. Сол кезде ана кісі тұрады да орнынан тұрып кетеді. Яғни оның аяғы сау, ол дейтін кәдімгі мұқтаж жан емес, ол жай ғана халықты алдап отыр. Олар солай күнімен солай отырып қаншама ақша табады, яғни олар көп ақша табады достар. Так что достар, ондай нәрселерге көп сенбеңіздер. Яғни кез келген ақша мысалға жібергіңіз келсе, алдымен мұқият тексеріп алыңыздар достар. Жібере бермеңіздер ешкімге ақшаңызды. Сіздермен болған мен детектив. Біздің инстаграмымызға және тиктогымызға тіркеліп кетіңіздер. Аман саулықта жүздескенше сау болыңыздар.